Сөйле, қарның ашты ма? Мұңайма, қазір мен саған тамақ жасап берем. Достар, бәріміз балабақшаға барып, қуыршақтармен ойнадық. Қазір қуыршақтардың өнерін тамашалап жүрміз. Ал күнтізбеде қуыршақтар күні бар екен, білесіңдер ме? Бірге білейік. Қуыршақтар, яғни Қуыршақтар театры 2003 жылдан бері 21 наурызда кәсіби мерекелерін атап өтеді. Достар, биыл өздеріңе арнап 30-дан астам қойылымды сахналаған театрда 1000-нан аса қуыршақ бар. Бүгін менің туған күнім, ой бәләй, мұн адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім-ақ. Тәңірдің бір шарытпай-ақ қойғанай. Туған күніне орай Мұқағали Мақатаев атамыз да қуыршақтар қатарына қосылды, достар. Ең алғашқы кезден бастап бүгінге дейін заманауи үлгіге байланысты әртүрлі жанрларда қуыршақтар ойнайды. Оның ішінде жаңа тросты қуыршақ, марионетка қуыршақ, планшетті қуыршақ, кейіннен қосылған бойлы қуыршақ, жаңа қазіргі 3D форматтағы қуыршақтар дейміз. Ол жаңағы қуыршақ шеберінің, жаңа қуыршақ жасау шебері суретшілердің ой қиялына байланысты қуыршақтардың жасау үлгісі де өзгертіліп отырады. 1980 жылға дейін тек Алматы мемлекеттік қуыршақтар театры жұмыс істеген. Араға 45 жыл салып, еліміздің өзге аймақтарында 8 өнер ордасы ашылыпты. 80 жылдық тарихы бар театрда 400-ге жуық қойылым көрерменге ұсынылып, 2000-ға жуық қуыршақтар өнер көрсетіпті. Олардың арасында 50 жылдық тарихы бар жәдігер қуыршақтар да бар.